Ассаламу алейкум, алтынташым, қасиет қазақ халқым. Присоединяйтесь к нам, вот такие лозунги были. Мы за народ. Бүгін 8 маусым 2021 жыл. Наурызбай аудандық соты. Қалас Нұрпейісов пен Айгерім Тілеушан батырларымыздың сот жүріп жатыр. Тоқаевтың ана Тырнақшадағы өтірік соты. Қазір әуе қызметкерлерінен сұрақ жауап алынып жатыр. Уважаемый защитник, не надо на его сказать, я же сказал, что я вам разрешаю задать вопрос в пределах обвинения. Скажите, не знает, какое у вас предельное обвинение, поэтому как реагирует? Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, тот день, по вашему мнению, был совершено нападение, захват авианавигации? Это незаконное проникновение на нашу территорию. На вас кто-то всего воздействие оказывал? Правильно, когда воздействуют словами, разговорами и действиями, тем более они же сказали, остановитесь здесь, стойте и слушайте нас. Это уже воздействие. Болашақта орын алатын яғни қауіптің мүмкіндігі тұрды. Олар біздің есіктің алдында болды және де олар біздің қызметкерлерге команда берді. Біздің қызметкерлерге команда берді. Және де мен оларды тыңдамай өтіп кетті. Себебі олар менің басшылығым емес, болмаса бір белгілі бір күшті яғни құрылымдар емес. Мен оларды тыңдаймын. Және де адвокат айтқандай тексеру барысында берілген жасай отырып, яғни заңға қайшы әрекеттер деп, яғни мені меңзедіңіз дегенде, олар бізге олар яғни қосылыңдар деп айтты. Себебі сол күні Алматы қаласында жатты. Олар яғни Әуежай қызметкерлерінің көбісі орыс екен. сөздерімен, әрекеттерімен сізге де ықпал етті. Орыс ұлты қазақты аямайды, білесіздер ғой. Бірақ ақиқаттың орнайтыны анық. Біздің 6 қорғаушы отыр, 6 қорғаушының 5-еуі келді. Қаластардың көңіл күйі тамаша. Қолдаудамыз. Мен жасар қорғаушыға келгеннен осы Алматы шаһарында қалған. Енді қаластарды шығармай ешқайда кетпеймін. Белсенділердің бәрін шақырып жатырмын осы жерге. Наурызбай аудандық сотына барлықтарыңыз қолдау көрсетіңіздер. Өздерінің ұлтшылдарын сыйламаған, қолдамаған халық құрдым ғой кетеді дейді. Соны қаперлеріңізге салам. Айналған қазақ халқым, белсенділер, қозғалыңдар. Тоқаевтың өтірік сотына соттатып жібере бермей. Біздің қас батырларды. Қазір әбетке, түскі асқа үзілісіп болады, сондықтан да көп түсіре алмаймын. Қош саламатта болыңыздар. Бірліктеміз, барлығымыз жеңеміз деген сөз. Құдайдың қалауымен биыл осы Тоқаев пен Назарбаевтан құтыламыз. Мынау өтірігінен, мынау сайқымазақ сотынан, бүкіл жаладан, бүкіл өтірік соттардан әділ мемлекет құрамыз. Бай қуатты халықты қалыптастырамыз, азаматтық қоғамды. Қош саламатта болыңыздар. Асқар Бахадыр, Алматы шаһары, Наурызбай аудандық соты.